Әлемдегі жаңалықтар дәл осындай, құрметті көрермендер, ал енді елімізге оралайық. Қазақ елі ұлықты еткен ұлдардың, ардақтаған асылдардың ұрпақтарын асылдың сыны қайдар арқылы өздеріңізге таныстырып отыратынымыз бар. Оны білесіздер, құрметті көрермендер. Бүгінгі кейіпкеріміз танымал актриса Алтынай Нөгербек. Ол қазақ кинотану саласының негізін қалаушыларының бірі, киносыншы Бауыржан Нөгербектің қызы. Бауыржан Рамазанұлы саналы ғұмырдың көп бөлігін Темірбек Жүргенов атындағы Ұлттық өнер академиясында ұстаздық етуге арнады. Осы білім ордасында тұңғыш кино және телевидение факультетін ашты, сондай-ақ өнертану кафедрасын құрған айтулы азамат. Бауыржан Нөгербектің қазақ кино өнерінің кешегісімен бүгіні, болашағы туралы жазған құнды еңбектері әлемнің бірнеше тіліне аударылғанда, қайраткер әр жылдары Шәкен жұлдыздары, Еуразия, Алтын мінбер халықаралық кинофестивальдерінің ұйымдастыру жұмыстарына белсенді атсалысқан Қазылар алқасының құрамында болған. Ендеше өнегелі әке туралы талантты перзенттің айтар естелігіне құлақ түрелік. Асылдың сынығы Алтынай Нөгербекте біраз жылдан бері өнер саласында еңбек етіп жүр. Менің мамандығым актриса болғандықтан, айтқан ау деп ойлаймын кейде. Әкемнің айтқаны бар. Сенің басты мамандығың, ол сенің ана болғандығың деді. Осы сөзбен әкем маған көп нәрсе айтты. Иә, өнер адамы болудың өзі үлкен сын. Мұны Бауыржан Рамазанұлы тереңірек түсінгендей. Кино саласындағы жауапкершіліктің жүгі ауыр, жолы шырғалаң болатынын перзентіне ескертіп бақты. Менің ата-анам өздері Мәскеуде бірге оқып, бірге танысты ғой. Мамам театр сыншысы, әкем кино сыншысы. Екеуі де өнер әлемін жақсы біледі. Менің өнерге келуімді әрине олар онша жақсы қабылдаған жоқ. Өйткені қобалжу болды мен үшін. Мен қазір ата-анамды түсінемін. Өйткені өзімде қыздарым, ұлдарым өсіп келді ғой. Қазір олар өнерге барамыз десе, мен де дәл солай қобалжып ойланамын. Алтынай атақты ақын, драматург Қалижан Бекхожиннің жиен немересі. Сондықтан шығар, тал бесіктен берілген тәрбиенің қай жағынан алғанда да мінсіз болғаны. Анам, мамам бізбен бұлай ойын ойнайтын, бізді таңертең мектепке жібереді ғой. Айтады, қанша рахмет жинап алдыңдар деп үйге келген кезде сұрайды бізден. Сосын жарысып айтамыз. Мен автобустан түсіп бара жатқан кезде бір апаға көмектестім, бір апа өтіп бара жатқанда есігін аштым деп сөйтіп рахметтерімізді айтып санап айтып отырамыз да. Апам айтатын, күніне 100 рахмет алу керек деп. Талай жыл театр сахнасында өнер көрсеткен актрисаны дүйім жұртқа танымал еткен Ақан Сатаевтың «Анаға апарар жол» фильміндегі рөлі. Киносүйер қауым Алтынайдың өнерін өте жоғары бағалады. Лайықты қошеметін аямағандар қатарында қатал киносыншы да бар. Дәл сол көрсетілім болатын кезде, жабық көрсетілім болды ғой ең алғаш. Ол кезде мен емханада жатқан, больницаға түсіп қалып. Сосын бітті, біліп отырмын ғой, енді сағат 9-10-ға кетті, кино бітті, енді күтіп отырмын. Сосын әкем звондап, қуанып, ар жағынан естіп жатырмын. Алтынай, бәрі жақсы болды, құттықтаймын сені деп бір сөйтіп қуанышын білдіргені бар. Сол мен үшін өте қымбат болды. Сол мен үшін ең жоғары баға. Қызының талантын мойындағаны мен тағдырына алаңдады Баукең. Екі ұлдың арасында өскен қызғалдағын самал желдің салмағынан да қорғай жүрді. Рөлдер кішкене адамның тағдырына әсер етіп кетуі мүмкін ғой деп. Әкем сол жағынан ғана алаңдайтын да. Енді менің театрда әрине менің басқа пландағы рөлдерім көп. Комедия жанрында, басқа, өзімді басқа қырынан ашатын. Ал енді кинода кішкене барлығы ана бейнесінде ғой, және көбіне енді тағдыры қиын әйелдер. Менің сомдайтын әйелдерім. Соған кішкене әкем алаңдайды. Эмоция. Бауыржан Нөгербек өз перзентіне театрдағыдай емес, кинода ұстамдылық керек, әсірелеусіз болсын депті. Асқар Тауының дәл осындай ақыл кеңесін сағынғандағы Алтынайдың серігі эмоция ғана.